Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығатын керемет булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суымызға жылы сүтімізді құйып алатын боламыз. Және шекерімізді, сұйық майымызды, аштығымызды сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет, және илеп болғаннан кейін жарты кесе сұйық майымызды құйып, бір илеп бетін жауып көтерілуге қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Жайып болғаннан кейін бірнеше бөліктерге үш бұрышты етіп кесетін боламыз. Барлығын жақсылап осылай кесіп алған соң, ортасына қалаған заттарыңыз салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенка қосатын боламын. Сіздер варенье немесе басқа да нәрселер қоссаңыздар болады. Барлығын салып алғаннан кейін шетінен бастап орайтын боламыз. Бұл жерде бірінші орағанда екі жағын қатты қысып орасаңыздар, ішіндегі заты ағып кетпейтін болады. Сол жағына жақсы мән беру керек. Барлығын орап алғаннан кейін табамызға орналастыратын боламыз, және бір жұмыртқамызды жарып, орап алған булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Пешімізде жарты сағат 40 минут ұстайтын боламыз. Беті қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Біздің керемет жұп-жұмсақ болып шығатын булочкаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің дамуыма өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуанышты болар едім. Қош сау болыңыздар.